Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін осындай ет асыттым. Алдында кептірген, сүрілген етімнен, тұздаған етімнен осындай дәмді бешбармақ астым. Далада, қазанда өте дәмді болып шығады, далада піскен тамақ. Мына менде қазы осындай пищевой пленкаға оралған. Майы барлығы қазысы ыдырап кетпеу үшін ақырын қайнап тұр. Міне бір қайнағаннан кейін үстіне бауыр салдым. Енді ақырын қайнай береді. Ал мен қамырына кірісемін. Мұздай суымызға дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз тұзымыз ерігенше. Ұнды мен көз мөлшерінде алдым. Менде осы қамырдан 5 жайым нан шығу керек. 2 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды осылай араластырып аламыз да, жаңағы тұз қосылған мұздай суымызды құйып, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Тым қатты да қылмаймыз және тым жұмсақ та қылмаймыз. Міне мен қамырым дайын болды. Енді осы қамырды жақсылап тұрып иін қандыру керек. Салафановый мешокқа салып қоям. Әр 5-10 минут сайын иін қандырып отырамыз. Басып осылай. Ие қанған қамыр өте сондай жақсы жайылады, жабыспайды, жыртылмайтын қамыр болады. Неме иін қандырып болғаннан кейін осындай 5 жайымға бөліп қойдым. Енді қамырымызды илейтін боламыз. Жаятын боламыз қамырымызды. Жұп-жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды болады. Міне мен қамырымды жайдым. Енді осы қамырымды жаңағы салып, пісіріп аламыз. Міне менің бешбармағым дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.